Кеше бір кісі маған Фейсбукта өз қазағына тұрмысқа шыққан қыз жат жұрттық деп айтылмайды, өзге ұлтқа тұрмысқа шыққан қыз жат жұрттық деп айтылады деп жазған екен. Мен жат жұрттық деген ол қандай ел, қандай ру, қандай ұлт маңызды емес. Қыз бойжеткенше өзінің үйіне қонақ болып, бойжеткеннен кейін өзге елге келін болып енеді. Қыздың жаратылысы сол шариғатта көрсетілген десем, сен не сонда өзіңнің қазағыңды жат жұртқа теңеп тұрсың ба? Өзіңнің қызың негрге кетсе де, тисе де бәрібір ма сен өзің бір Нұрлан имам сияқты болып кетеді екенсің деп маған ренжіп жатыр да. Енді сіз өз қызыңызды қандай елге тұрмысқа бересіз? Жоқ, әлде сіздің қызыңыз жат жұрттық емес па десем, менің қызым өзімнің қазағыма тұрмысқа шыққан дейді. Парақшасына кіріп қарасам, пенсионермін деп жазған екен. Сонда біздің еліміздегі қариялар осындай ойлы болатын болса, онда біздің жастарымызда не үміт, не ғайыр. Қыздардың тұрмысқа шығуы бұл Алланың жазуы, шариғаттың үкімі. Алла тағала қыз балаға ең үлкен сый бұл өмірдегі ана болу бақытын бұйырған. Ал өзге ұлтқа, яғни кәпірлерге тұрмысқа шығып жатқан қыздар, олар дүниенің соңына түсіп, қанын бұзып жүрген адамдар. Себебі исламда мұсылман әйелінің мұсылман емес күйеуге тұрмысқа шығуына рұқсат етілмейді. Әлеуметтік желі бұл тек виртуалды әлем ғана емес, бұл біздің мәдениетіміздің айнасы. Қариялардың сөзі ақыл, жастардың сөзі ізет болу керек.